Негізі бар ғой, жұмыс деген жақсы ғой. Келін деген маған ренжімейді, жаңа сөйтіп айттың ғой, анау мынау бәріміз бүйтіп жатырмыз, аяғымыздан шаншылып жатырмыз, бүйтіп жатырмыз, қырып жатырмыз деп. Жұмыс істесең үлгересің соның бәріне. Жұмыс деген жақсы. Үйде отырған адам тіршілігі білінбейді. Сен кешке дейін істене, кешке дейін жатып бір сағаттың ішінде істене. Не істеп жатсың дейді ғой кешке таман келіп. Не тындырдың дейді. Ақыры еңбегің өнбейді, одан да кешке дейін жатып, кешке таман бірақ әйтпесе. Жұмыс деген рахат қой, жұмыста анау-мынау әкеліп сатады ғой, сол күшті ғой маған бәрін енді. Мә, қазір жұмысқа алтынды да әкеледі, киім-кешекті де әкеледі. Мә, тегі бар ғой, құртқа дейін әкеліп сатады ғой біздің жұмысташы. Алып аласың, айлық дегенде бергің келмей бір жыныстайды. Не үшін алдың деп үйде айқайлап бастады. Мұрынды деп тартып бір жылап аласың, зато пастенді болып қаласың ғой. Әйтсе сүлгі-пүлгін алмаймыз ғой майда шетен. Солардың әкелгеніне рахмет қайта. Қайырлы кеш, құрметті менің оқырмандарым. Қалдарыңыз қалай, не істеп жатсыздар? Мен айқайлап сөйлей алмаймын, өйткені мен өзімнің ас үйімде емеспін. Мен қазір ем-дом қабылдап ауруханада жатқан жайым бар. Бәрі жақсы, ешқандай уайымдамаңыздар. Енді аурухана деген аты кішкене ауырлау естіледі. Емханада ем алып жатырмын деген менің ойымша дұрыс шығар. Қай жерің, жайшылық па, не болды, деген әңгімелерге айтайын. Бүйрегім ауырады. Сондықтан да келіп ем алып жатырмын. Бәрі дұрыс, жазылып шығамын. Енді бүйрегің ауырса, значит, бәленшеге өкпелісің, асқазаның ауырса, ағаң өкпелісің, көзің ауырса, күйеуің өкпелісің, басың ауырса, анаң өкпелісің, ана жерің ауырса, жүрегің ауырса, деген психологический бәлелерге сенбеймін, психологиялық нәрселерге. Бүйрегімнің басты ауыру себебі бұрыннан ауыратын, бірақ соңғы рет мен үйдегі дорожканың бәрін көтеріп тастап тұрып, шылқылдатып, аяқты жалаң бұт, пол жуған болатын, соның салдарынан жүрегім түсуіме тура келді. Әлі ерте екен етіп шешінуге, денсаулықтарыңыз сақтаңыздар, аман есен болыңыздар. Үйде бала шағаның қасында отырғанның өзі үлкен бақыт екен, есіңізден шығармаңыз. Мұнда карантин, 4 қабырғаға қарап жалғыз өзім отырмын. Жынданып кетейін деп, телефонға кешке дейін үңілемін, кино көремін, ананы оқимын, мынаны оқимын, үйге жеткенше осы көзім ағып кетпесе болар. Карантин, сырттан ешкім кіруге, келуге, тіпті маған нан да пішіне де беріп жіберуге болмайды. Тәртіптеріне бағынуға тиістіміз. Өйткені бұл емхана, өйткені бұл ел болып көтерілген тірлік. Карантин барлық жерде, сондықтан біз бағынуымыз керек. Сағат 5:30 мен 6 ортасында тамақ ішеміз кешкі. Соныменен ертең азанғы 9-ға дейін ештеңе жемеуге тура келеді. Кухняға мың рет кіріп, мың рет шығып, ананы жеп, балалардың қалған тамағын жеп шығудың өзі үлкен бақыт екен, естеріңізден шығармаңыздар. Аман есен болыңыздар, ауырмаңыздар. Жақсы көңіл күйде болайық, тырқылдап, ойнап күліп жүргеннің өзі үлкен бақыт. Жақсы кітаптар оқып жатырмын. Бірақ балаларды сағындым. Қазір жылап қалуым мүмкін. Үйде қалған адамдар менен де жақсы тағамдар әзірлеп беретін шығар. Ұрыспайтын шығар. Мен ұрысатын болсам да, айғайлайтын болсам да, өзімнің балаларымның қасында, отбасының қасында отырғым келіп тұр. Шын айтамын. Сол, аман есен болыңыздар. Балаларыңыздың қасында отырғанның өзі үлкен бақыт екен, естеріңізден шығармаңыздар. Ауылға жатып келдік, бір апта барып келдік. Ойқада сия бермейсің, қашанғы сиясың, қайтып келдік одан. Бір екеуін тастадық, бір екеуін алып қайттық қалаға. Ауыл шықып, рахат қой. Жақсы әңгіме айтайықшы, жақсы. Жақсы сөз жарым ырыс дейді ғой. Басқа бір ауылда қызықтар есімізге алып отырайықшы. Баяғы ауылда ана туалет деген айдалада бұл жеді ғой. Ішінде бір бауырың отырады да, өзің үйдің ішіндесің, қағазы өтіп қалатын еді ғой. Содан анау баяқыз отырады, үйден біреу шықса екен деп тілеп, қағаз әкелдер, естімейсің оны, үйде енді сүйгені көріп, өлеп атқан. Көршілерің кеп терезеңді тоқылыр, пәленшең туалетте отыр, бар қағаз апат десеңдерші деп. Барсаң жылап жібереді ғой, шықпайсыңдар ма, отырмын ғой бағанан бері деп. Кітап апарып берсің. Ол кезде туалетінде болмаған талай кітап кетті туалетке. Мәссаған. Одан түннің ортасында бауырларым келіп дәретханаға барған кездеші. Кетем деп қорқатын. Болды, мен кетем. Кетпеш, пожалуйста, күте тұрш, пожалуйста. Кішкене күте тұрш деп жалынатын едік. Енді мынандай әңгіме айтын демей қойыңыз. Енді балалық шақ қой, енді ештеңе жоқ. Табиғи заңдылық қой енді. Баратынымыз рас, келетініміз рас енді.